Қайдасың ана? Тұр брачка. Не болды саған? Бұл жақта адам болу керек. Мен сенімдімін, ол осы жерлерде жүрген секілді. Түрме екен, жоқ, өлі екен, все. Жақсы болды. Ұйқымнан оянып жатқан бұл мен. Ұйқымнан оянып, күнде осылай бір нәрсені істеуден жалығып кеттім, шынымды айтсам. Бірінші беті қолымды жуамын. Ал содан кейін барып, өзімнің әдеттегідей жеп жүрген консервідегі тамағымды жеймін. Консервіде тамақтардан өте қатты жалығып кеттім, бірақ бұлардан басқа тамақ жоқ менде. Жалықсам да осыларды жеуге тура келеді. Ыстық тамақ болса ғой, соларды жеу үшін мен қалтамда ақшам бәрін беруге дайын едім. Мен сол тамақ ішіп болғаннан кейін кітап оқимын. Кітап оқып болғаннан кейін далада қарап жүремін. Далада балконға шығып, далада не болып жатыр деген сияқты, бірақ далаға мүлдем шықпаймын. Шығатын болсам тек үйдің жоғарына шығатын шығармын енді. Кітап оқып болған соң үйдің үстіне жоғарына шығамын, таза ауа жұту үшін. Ал далаға болса мүлдем шыққан емеспін. Бірақ бір күні болмаса, күндердің бірінде жеу отқан тамағым, ішіп отырған суым бітсе, өзім ақ мына далада толып тұрған өліктердің қасында жүретін боламын. Міне, осылай тамақтарым өте аз қалды. Мынау осы 2 апта бұрынғы тамақтарым еді. Енді бұлардан мүлдем қалмадым десем де болады. Маған енді дүкенге шығып, бір коробкасын алып келу керек болып тұр үйге. Сен содан нағып жүрген адамсың. Жалғыз өзің үлкен үйде консервный банкдан тамақ жеп, ата-анаң қайда қарап отыр деп айтатын боларсыздар. Бірақ олар маған үнемі қарайды. Және мен оларға да қарап тұрамын. Тек қастарына жақындай алмайтыным өкінішті. Олар қалай зомбиге айналған келесі серияларда айтатын боламын. Өзіңді қорғайтын құрал болмаса, далаға мүлдем шығушы болма, деп анам маған айтып кеткеніне әлі сене алмай жүрмін. Менің мүлдем 3 ұйықтасымда түсіме кірмепті. Жаман вирус шығып кетіп, мына қаланы басып алады деп, әлі сенбеймін бұған. Міне, жарық жанып тұрған этажда мен тұрып жатырмын. Консервадағы еттер мен құр галет жеп жүргеніме 5 айдан асып кетті. Анама рахмет витаминдер тастап кеткеніне. Осы витаминдер арқасында мықты болып жүрмін деп айтсам болады. Бірақ қандай жағдай болмасын, мен ыстық тамақ жегім келеді. Тіпті бір жылы ыдыс күріш үшін мен қалтамдағы барлық ақшамды беруге дайынмын. Мына зомбилерді бәле болып басымды кетіреді, ұйықтатпайды. Мен бұлардың көздеріне көп көрінбеуге тырысамын, себебі маған артық проблема керек емес. Сіздерде сұрақ пайда болған болар, сен сонда суық қыс мезгілінде қалай тірі жүрсің? Әкеме рахмет, маған пешті қондырып арнайы дайындап кетті. Жай бұл пешке ағаш салсам болды, өзі ақ жанып шыға келеді, үйді жылытып тастайды ғой. Қысқасы, еш тоңып жүрген жоқпын, бәрі өте жақсы болып келе жатыр еді. Бірақ бір күні тамақтарым таусылып бастады. Әкем бұл консервілерді осы жақын жердегі супермаркеттен алып жүреді. Енді менің баратын кезегім келді. Сөйтіп үйдің жоғарына шығып, зомбиларды біраз уақыт бойы бақылап жүредім. Олар шынымен жоқ екен. Олардың кеткеніне біраз болған секілді, сондықтан жоспар құрып тамақты әкелуге дайындалуға көштім. Сөйтіп қолыма балға, арқама сөмкемді асынып алып далаға шығуға бет бұрдым.
подъезд іші тып-тыныш әрі тас қараңғы. Бұл подъезд ішіне шықпағаныма да біраз болып бар ғой, 2 айдай болған шығар. Ал тоқтың өшкеніне 3 айға жуықтады. Ашықсаңшы қане. Не мынау? Мынау түрме екен, е? Жоқ, өлі екен, все. Жақсы болды. Сөйтіп далаға шықтым. Далада шынымен ешкім жоқ. Зомбилер, өліктер бәрі кетіп қалған сияқты. Бұл әрине қуанышты жаңалық мен үшін. Міне, дүкенге де келдім. Сәл қалды шыда. Мынаның іші менің подъездімнен де үрейлі ғой, тітіркеніп кетті ме? Так, мына жерде азық-түлік шүкір бар екен. Керемет, енді бұл бір айға жетіп қалатын болар. Жақсы болды. Не мынау деп оның үстіне 3 тонналық шкафты құлатып жібердім. Тез өте аз қалды. Солай келе жатсам, есігімнің алдында бір зомби тұрғанын байқадым. Және ол жай ғана зомби емес, бұл менің әкем болып шықты. Жоқ, енді не істеймін? Бұл менің әкем болып шықты. Оны мен жақсы таныдым. Осыдан 3 ай бұрынғы оқиғаны айтып берейін. Әкеміз екеуміз теледидар алдында сериал көріп отырғанбыз. Кенет біздің есікті біреу қатты қаға түсті. Біз барып есікті ашсақ, бұл анам екен. Ол бір жерден қашып, қорқып келе жатқандай көрінді. Не болды саған? Менің артымнан 2 бір түрлі адам қуып келе жатыр. Біреуінің үсті түгелдей қан-қан, ал біреуінің беті қорқынышты. Фильмдегідей ғой, өте үрейлі. Уайымдама, полиция шақырайыншы ме? Мүмкін бұлар пранк жасаушылар болар. Қазір олар ақылға қонымсыз нәрселер істейтін болған ғой қазір. Осылай сөйлесіп тұрсақ, даладан көліктің соғылған дыбысы шықты. Бәріміз тез терезеге барып қарадық. Көлік апаты тіп-тіке жерде орын алды. Бұл енді өте қызық екен. Далада жаман нәрсе точно орын алып жатыр. Бірдеңе болып жатыр точно. Солай алдағы 2 күнде біз мүлдем далаға шықпадық. Және осы 2 күнде жаңалықтардан сұмдық ақпараттарды естіп отырдық. Адамдар бір-біріне шабуыл жасап, бір-бірін тістеп жатыр екен. Және бұл ауру Қытайдан келген анықталды, деп жаңалықтардан айтып жатырды. Мемлекет халыққа далаға шықпауларын өтінгенімен, азық-түлік таусылғаннан кейін халық өздері далаға шығып кетті. Және біздің көршілеріміз далаға шыққаннан кейін көбісі қайта оралмады. Егерде бұлар сені тістеп немесе қолын тигізетін болса, онда сен де тірі өлікке айналады екенсің. Кешкісін Малдыбек көкем келді. Әкем екеуі бірдеңе туралы сөйлесіп, талқыласып, бір жаққа шығып кетті.
және 2 сағаттан кейін қайта келді. Сөйтсем 4-5 коробка тамағы келген екен. Арада бір апта өткеннен кейін бүкіл қалада свет те, су да өшіп қалды. Бір күні Малдыбек көкем тағы тамағы келейін деп шығып кетіп еді, қайта оралмады. Солай әкем көкемді іздеуге кететін болды. Ал жақсы, мен тез келем, егер 2 сағаттан астам уақыт бойы келмей жатырсам, онда айтпай қойыншы. Үй қаңырап бос қалды. Сол күннен кейін 2 күн өтті. Әкем болса әлі келмеді. 2 сағат деп еді, 2 күн өтіп кетті. Бізді негізі әскери адамдар алып кету керек еді. Бірақ жоқ, олар қара халықтың артынан келмеді. Мүмкін әскери адамдар мүлдем жоқ болғанда шығар, олар уже өлген болар да. Анам күні түні жылайтын болды, бірақ маған білдірмейтін. Солай осылай жүріп арада тағы 5 күн өтті. Және де анам менің төсек тартып жатып қалды. Ол ауырып қалды десем де болады. Бірақ қандай ауру жұқтырғанын әлі де білмей тұрмыз. Ол қандай ауру жұқтырды? Ол тірі өлікке айналатын ауру жұқтырды ма, әлде жай ғана тұмауратып қалды ма? Оны мен білмеймін. Өзі де білмейді, өзі де маған айтқан жоқ қатты. Анам мүлден орнынан тұрған жоқ. Ол жата берді. Мүлдем тамақта ештеңе де жеген жоқ. Оның түрі өзгеріп бара жатқанын мен байқадым. Және де соңында анам маған айтты: балам, болды, мен тірі өлікке айналатын ауру жұқтырдым. Егер де мен осы жерде жата беретін болсам, саған бір зиян тигіземін деп ойлаймын, сондықтан да маған кету керек. Мен бұл нәрсені қатты қабылдамасам да, ертесі күні ұйқымнан тұрсам, анам орнынан тұрып кетіп қалыпты. Ол қалай тұрып, қалай жүріп кетіп қалғанын мен түсінбедім. Негізі ол мүлдем тұра алмайтын еді ғой. Осылай мен не істерімді білмей, даладан қалай атып шыққанымды білмей қалдым. Мен далаға шығып анамды шақыра кеттім. Анам, қайдасың, ана? Қайдасың, ана? Мына жақта анам жоқ па, мына жақта? Қашу керек маған, тез қашу керек. Солай мен үйге кіріп кеттім, және де жылай түстім. Жылардан басқа мен не істеймін? Дым істей алмаймын. Бірінші мен көкемнен айырылдым, сосын әкемнен, ал содан кейін ең соңғысы анамнан айырылдым. Бәрі де өте жаман болады деп кім ойлаған? Және де ең қорқыныштысы, ең үрейлі нәрсе бұл мына әкем. Осы уақыттан бері біздің қасымызда болған екен ғой. Ол тек қана төменде болған, және де тірі өлікке айналып жүрген екен. Солай артқа жүріп, оған көрінбеуге тырыстым. Сен алмаймын, менің әкем менен 8-ақ метр жерде тұр. Оның түрі өте үрейлі, көздері аппақ, беті нағыз құбыжыққа айналып кетіпті. Мен әрине сасқалақтап қалдым. Үйге кірейін деп жатқан кезде әкем дәл менің алдымда тұр. Мен қалай оны ұрып құлатайын, қалай мені оны өлтірейін? Сондықтан да дәтім шыдамады. Қолымдағы бір бөтелкені алдым да алысқа лақтырып жібердім. Және шынымен де мына әдіс кәдімгідей көмектесті маған. Ал мен болсам пәтеріме кіріп кеттім. Қауіпсіздігім үшін шкаптар мен есікті жауып қойдым. Бүгін шынымен де өте ауыр күн болды. Әсіресе мына әкем маған қатты ауырлық тигізді. Әкемді негізі мен 4 ай бойы көрмеген едім. Еще бүгінгі күн басталғаны жаңа ғана, бірақ мен уже шаршап кеттім. Өте қиын екен. Солай үйге келіп пеш жағып алдым. Себебі дала суықтап кетіпті. Қатық болдым. Сөйтіп төсекке кішкене жата тұрайын деп шештім. Бұл менің үлкен қателігім болды. Бір кезде түтіннің иісі мұрныма келе бастады. Көзімді ашып айналаға қарасам, барлық бөлме өртке толы. Өрт жан-жақтан қаптап жатыр. Мен пәтерімді уже құтқара алмайтын секілдімін. Солай сасқалақтап қалып, қолыма керек болады деген заттарымды алып, ойланбастан далаға шығып кеттім. Және жолда әкемді кездестірмедім. Бір жақсысы осы болды. Ал енді ары қарай не істерімді білмеймін. Тамақтар, су,
киімдер, кітаптар бәрі сол пәтер ішінде қалып өртеніп кетті. Енді бәрін қайтадан бастауым керек. Енді не істеймін мен? Жоқ жерден өзіме проблема тауып алғанымды қарашы деп өзімді кінәлап тұрсам, көліктен келе жатырған дыбысын естіп қалдым. Адамдар өліктерден де өте қауіпті, олардан аулақ жүр деген анамның айтқан сөзі есіме түсіп кетті. Солай бір подъезд ішіне барып, оларды сырттай бақылайын деп шештім. Көлік ішінен қолынан қару ұстаған ер адам шықты. Және оның артынан тағы да бір ер адам. Олар екеу екен. Көліктің есігі неге жаппайсың? Етіміз қашып кететін болса, бір айға аш қаласың сен. Соны неге ойламайсың, а? Болды, кеш братан, жаба салам ғой. Сөйтіп есікті жабайын деп жатқанда, біреу оны құлатып жіберді. Ішінен тағы бір ер адам шықты да қаша жөнелді. Не? Олар сонда мына адамды күштеп ұстап отыр ма? Сонда ет деп олар мына адамды айтқан ба? Сонда бұлар адам жегіштер ма? Жақсы болды, олардың көздеріне көрінбегеніме. Саған айттым ғой, есікті жауып жүр деп. Қашып кетуге сәл қалды. Енді бар да ананы сойып таста. Мен болсам өртеніп кеткен үйді барып тексеріп қайтайын. Сөйтіп суық жерде ұзақ тығылып отырып ұйықтап кеткен екенмін. Көзімді ашып ұйқымнан оянсам, күн батуға сәл қалыпты. Бір жерде отырғандықтан денем қатып қалыпты. Суық тиіп қалған секілді. Өкінішке орай олардың көліктері әлі тұр екен. Олар осы жаққа қонып қалған секілді. Солай ақырын ғана тығылып отырған жерінен шығып, азық-түлік алып жүрген дүкеніме қарай бет алдым. Дүкеннің іші өте тып-тыныш екен. Бұның ішінде зомбилер болмауы керек, меніңше. Үстіне шкаф құлатып кеткенмін. Өлік қозғалмастан жатыр екен. Сөйтіп ішінен шаң-шаң көрпе тауып алдым. Жақсы болды. Хотя бы тоңбай ұйықтайтын болдым. Ұйықтап болмасам болмай кетті, бас қатып кетті ғой. Ұйықтап жатсам, кенет бірдеңенің дыбысынан оянып кеттім. Көзімді ашып қалсам, Шигол, бәсе осы жерде біреу бар екен сезген едім. Тұр, жүр, кеттік бізбен бірге. Жалғыз өзің жүріп, ішің пысып кеткен болар. Бізбен бірге кішкене көңіл көтер. Оппа, мына ояндың ба бала? Қалай, бір күнде 2-3 рет ұйықтаған қалай екен, а? Мен оның дәл қазір шаруасын бітіруге дайынмын. Тек маған рұқсат берсең болғаны. Қойшы, аузың жап. Бізде ет толып тұр, пока ет керек емес. Басым ауырып, қанның дәмін сезудемін.
айналамда не болып жатырғанын түсінбей тұрмын. Иә, айта бер. Кішкентай болып қалай тірі қалып жүрсің? Ата-анаң қайда? Сен сонда осы уақытқа дейін жалғыз жүрсің ба? Сен білесің ба, біз жалғыз жүрген адамдарды көрсек не істейтінімізді? Ол өзі де біліп тұрған болар не болатынын. Сен емес па бізді сыртымыздан бақылап жүрген? Сен бір нәрсені дұрыс жасамадың, інім. Сенің жүрген қар іздеріңді көріп, сені тауып алдық. Іздер дей ма? Қап, мен неге ойланбадым? Іздер туралы неге ойланбадым? Біткен жерім осы дей берейін енді. Аяғым қышып кеткенін қарашы. Шләңгі, сенің ақылсыз ойың мына шегөлді іліп қою керек деген. Кел енді, өзің шеш мына жіпті. Бірақ ол жауап қайтармай бір орында отыра берді. Құлағың естімей қалған ба? Жақсы, сені жерге түсірем, қашып кетіп жүрме. Қазір анаумен барып сөйлесіп қайтайын. Өздеріңе де сол керек. Қазір анау мынаны жеп қойса екен, жақсы болатын. Әйтпесе көзімді ісіріп, басымды ауыртып мыналар бәле болды ғой. Қазір келем, көрдің бе? Анау оятып білейін. Ұйықтап қалған сияқты анау. Меніңше ол тістелген аяқ туралы айтпады. Енді екеуіне де өте қиын болды. Ал мен болсам бұл жерден қашып кететін секілдімін. Тұре, брачка. Не болды саған? Осылай мына екеуі бір-бірін өлтірген секілді. Солай өзімнің сөмкем мен киімімді тауып алдым. Олар бүкіл тамақтарымды ақтарып, қопарып тастапты. Бұл бір жертөлеге ұқсайды. Мен қайда екенмін? Далаға шығып көрейін. Мен қайдамын өзі? Мені олар басқа қалаға апарып тастады ма не? Үйім 10 километр алыста екенін сезіп тұрмын. Енді үйіме қалай ораламын? Қауіпті жолмен қайта өз қалама қайтатын болдым, қабая. Алғашқы күндері ол жай ғана ауырып қалған еді. Менің анам белгісіз ауру жұқтырып алып, күні бойы төсекте жататын болды. Ең бір түрлісі ол ұйықтамайтын, жай көзін ашып жатады. Соңғы 7 күн ішінде анам қатты өзгеріп кетіп, мен оны тіпті танымай қалдым. Және қуанышқа орай ол бүгін орнынан тұрды. Ол өзгерді, қатты өзгерген соншалық. Ол менімен сөйлеспейді. Тамақ жасамайды және үйдің терезесін бәрін жауып тастады. Сондықтан үй таңертең болып тұрған кезде де қараңғы, қысқасы, жарықты жақтырмай ма бірдеңе уже. Кішкентай марғауымда жоғалып кетті. Оны 5 күн бойы көрмедім. Кейбір кезде анам кеш болған кезде үйден шығып кетеді де, таңертең болған кезде келе қалады. Ал сосын күні бойы жатумен болады. Ол ұйықтамайды, жай көзін ашып бақырайып жатады. Анамның жалған әрекеттері мені қорқытты. Әсіресе мен ұйықтап жатқанда ол менің қасыма келіп ашуланып тұрады, бірақ тым тиіспейді маған. Ол көп ашуланады, кеселерді сындырып тастай беретін болды. Осылай біраз жалғасты. Бір күні анам кешке жақын үйден шығып кеткен кезде, осы кезді пайдаланып бөлмесіне кіргім келді. Бөлме іші жағымсыз иіске толы. Шыбындар, құрт, құмырсқа қаптап жүр. Мен бөлмені кішкене болсын тазалайын деп шештім. Бөлмесін жинап жатсам, анам үйге кіріп келді. Сасқанымнан шкаф ішіне тығыла кеттім. Анам бөлмеге кірді. Нақты айтсам, бұл менің анам емес, құбыжық болып кетіпті. Лиза, мен сенің осындай екеніңді білемін. Қызым, маған
су алып келші. Бүгін міне 2 апта болды мектепке бармағаныма. Ашыңыздар есікті. Үйде біреу бар ма өзі? Мына бөлмелер неткен сасық еді. Лиза оқушы қызы не үшін сабаққа келмегені белгілі болған секілді. Бұл жерде бошына бірдеңе орын алған сияқты. Анау қайда? Мына төсекте біреу жатыр, қара. Негізі маған сыныптастарымда, сынып жетекшімде телефон соққан еді. Бірақ мен көтермедім, себебі олар маған сенбейтін еді. Міне мектептен біреу келеді деп күтіп едім. Арманыма жеттім ау. Майо, не мынау? Кім? Іші тесіп кетті ғой, Жерге тергеуші шақырайық құрсын. Міне жақсы болды. Мен өзімнің жаңа анамды жақсы көремін. Жас жігіт қалаға жұмысқа келді және жаңа пәтер жалдап пәтер ішіне енді кіріп жатқан болатын. Мына үйдің іші қандай керемет еді, жақсы болды осындай пәтерді жалдағаныма. Енді заттарымды бір тексеріп жіберейін, бәрі дұрыс па? Сөйтіп ол заттарын орналастырғаннан кейін чемодан ақтарып жатқан еді. Кенет чемодан ішінен ұшатын жәндік шығып, үй ішінде ызыңдап ұша бастайды. Әрине жігітке оның даусы ұнамағандықтан тез оның артынан қуалап, оны ұстауға тырысады. Сөйтіп шамамен 1 сағаттай ұстауға тырысады. Ақыры ұстай алмаған шыбынды отырып демалып отқан еді. Кенет жаңағы шыбын келіп, жігіттің мойнын тістеп алады. Мынау тісі жаман ғой. Ақыры өлтірдім ау. Жақсы болды. Енді барып ұйықтайыншы. Ертесі күні бірақ бәрі өзгеріп кетті. Оның денесі қыши жөнелді. Денесі қызарып кетіпті. Әрине бұл жағдайды мән бермеуге тырысып, жай дәрі ішеді де өз жұмыстарын жасауға кірісіп кетеді. Кешкісін жігіт тағы тексерейін деп сұмдық нәрсені көреді. Денесі тесіліп кетіпті. Жігіт қатты уайымдап қорқа бастайды. Ең жаманы бұл тесіктердің ішінен кішкентай шыбындар шығып жатыр екен. Қолдары да қызарып, қыши түсті. Кейін түні бойы осылай жатып, денесін уайымдап не істерін білмей жүргенде, денесі шыбындардың үйлеріне айналып кетті. Тіпті мағынада бұл шыбындардың үйі. Күндердің бірінде Бека есімді бригадир өмір сүрді. Ол бригадир құрылыс компаниясының бригадирі болды. Яғни оның астында жұмысшылар болған еді. Басшылар оған ақша беріп, қол астындағы жұмысшыларға ақша таратып беру керек еді әр ай сайын. Бірақ Бека олардың ақшаларын жұмысшыларға бермей қайта өзінің қалтасына салайын деп шешті. Себебі Беканың үлкен арманы болды. Ол 250 елде болғысы келді. Солай ақша жинауды бастады. Күндердің бірінде Бека шыдай алмай кетіп, жиналып тұрған ақшаға су жаңа көлік сатып алады. Солай жолда кетіп бара жатып,
үлкен кептеліске тұрып қалады. Әрине, Бека ашуланып тұрса, кенеттен бір шал келеді. Шал терезені қағып, Беканы шақыра түседі. Кетші бәрі қайшы, миымды ашытпай. Өзім кептелісте басым кетіп тұрса, кет бәрі, саған уақытым жоқ. Мен сенен ақша сұрау үшін келген жоқпын. Қайта мен саған сенің арманыңды орындау үшін келіп отырмын. Бека бұл сөзді естігеннен кейін оның үстінен күле түседі. Сенің башың жасамай ма? Сен ауру бірдеңе сияқтысың ғой. Ой, қатырасың. Мен бір күлтірді болдым, рахмет саған. Бека оның үстінен күліп жатса, шал кенеттен көліктің ішінен пайда болады. Сен қалай пайда болдың? Кімсің сен? Міне, менің қолымда өзімнің ақшам бар. Сенің ақшаңды не қылайын? Мен өте керемет сиқыршымын. Сен жай ғана өзіңнің бір ғана арманыңды айтсаң болды. Мен сенің арманыңды бір сәтте ғана орындап жіберетін боламын. Тек қана маған сен. Міне, көрдің бе, ақшам бар. Осы ақшаны саған беруге дайынмын. Тек қана маған өзіңнің арманыңды айтсаң болды. Міне, мына жерде $1000 бар. Кел, $1000 ал да өзіңнің арманыңды орында. Арманыңды айтсаң болды маған. Қане, міне, тағы да ақша берейін саған. Әрине, Бека бұл нәрсені біртүрлі санағанымен $1000 алғысы келіп, өзінің арманын айта салады. Және де 250 елді болғым келеді дейді де, шал жоқ болып кетеді. Арада бір апта өткен кезде әртүрлі елден осындай сұмдық жаңалықтар ести бастайды. Белгісіз бір адам әр елге адамдардың бөлшектерін жіберіп тастаған екен. Және ең қызығы, бұл бір адам болып шықты. Міне, Беканың арманы орындалды. Ол 250 елге саяхаттады. Бүгін Пістөгілдің жұмысынан демалысқа шығып, уақытының бәрін өз үйінде өткізуді шешеді. Солай үйіне барып, жатып алып теледидар қарап жатыр еді. Кенеттен құрбысы қоңырау шалды. Сәлем, қалайсың? Мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сенің көмегің керек болып тұр. Мен білем, сенде бүгін демалыс екен, бірақ басқа амал болмай тұр, енді ренжімеші. Қысқасы маған айтты, менің анам ауырып жатыр. Ол мен өзім қарайын десем, менде жұмыс болып тұр. Бір күнге қасында бола тұрасың ба? Өтінемін, деп өтініш сұрады менен. Әрине, Пістөгіл болса, мен үйде бос жатқанша не істеймін? Одан да құрбыма көмектесіп қайтайын, деп бірден келісе кетті. Құрбысы не істеу керек екенін бәрін түсіндіреді де жұмысқа кетіп қалады. Солай Пістөгіл осындай үлкен үйде жалғыз өзі бір кемпірмен қалды. Негізі көп ештеңе істеудің қажеті жоқ. Тек кемпірді уақытында тамақтандырып, түнде орнына жатқызу керек. Бірақ бәрі Пістөгіл ойлағандай болмай шықты. Кемпір кәдімгідей ауру секілді. Ол толықтай бұның басым ми жасамай ма бірдеңе сияқты болып қалды. Ол тамақты жемей кешінше ыдысты сындырып тастады. Әрине, бұдан кейін Пістөгіл ашуланып, оны жай ғана апарып төсегіне жатқызады. Кемпірдің бөлмесінде арнайы қоңырау бар. Егер де кемпірге бір нәрсе қажет болатын болса, ол қоңырауды басып адамды шақырады. Солай Пістөгіл енді орнына жатып отыр еді, қоңырау соға бастады. Бөлмеге кіріп, не керек деп еді, кемпір үндеместен Пістөгілге ала көзімен қарап жатырды. Пістөгіл, оннан басшысы мен кім екен ғой, мен шақырмай ақ қойшы, мен келесте деп ішінен айтады ғой енді. Осылай бірнеше рет орын алды. Әрине, осыдан кейін Пістөгілдің ығыры шығып кетіп, қоңырауларға жай ғана назар аудармай мән бермей жата берді. Қоңырау соғыла берді. Бір кезде тоқтап қалды. Ақыры ұйықтады ма, жақсы болды. Сөйтіп Пістөгілді ұйқыға кетті.
Содан кейін ол қоңырауды дәл өз төсегінің қасынан естіді. Сен не саңыраусың ба? Мен сені шақырып тұрмын, сен сонда саңыраусың ба? Саған айтам. Кемпір оған қарап тұрып қолына жапса кетті. Пістігүл қатты ауырғанынан айқайлап жіберді. Осы кезде құрбысы да үйге кірді. Олай Пістігүл қатты шошып кетіп, заттарын жинайды да үйіне кетіп қалады. Үйге келіп ол бірден суға түсуді шешті. Бұның бәрі жай ғана түс қой. Ол кемпір тіпті орнынан тұра алмайды. Бәрі де жақсы. Мен тек қатты қорқып кеткенмін ғой да.